Көне түркі жазба ескерткіштерін алғаш Орхон, Енисей өзендерінің бойынан швед офицері Йохан және орыс ғалымы Николай Михайлович Ядринцев тапқан. Құлпытастарға қашалып жазылып, бізге жеткен осы бір ғажайып жазуларды ғалымдар руналық жазулар деп атайды. Ол жазуларда 7-ші ғасырдың іргелі мемлекеті түркі қағанатының құрамындағы толып жатқан рулардың жорықтары мен соғыстары суреттеледі. Оларда өз елін, өз жерін шет басқыншылардан, сыртқы жаулардан қорғау идеясы көрінеді. Ерлік, батырлық дәріптеледі. Күлтөгін жырының басты кейіпкері Күлтөгін. Оның 16 жастан 47 жасына дейінгі өміріндегі ерлік істері ел басқару баяндалады. Жырда Білге Қаған, Күлтегін батыр, Тоныкөк жырау сияқты кейіпкерлердің ерліктері жан-жақты суреттелген. Білге Қаған халықты жинап ұйымдастырушы ретінде бейнеленеді. Оның тұлғасында халықтың сондай батырым болса деген арманы жатыр. Жырда Күлтегін батыр мерт болғанда, қазасына досы ғана емес, дұшпандарының да қосыла жылауының кең суреттелуінен халықтың ерлік дәстүрлерді ерекше қастерлегені байқалады. Жырдағы Тоныкөк көптеген қағандарға кемеңгері ақылгөй болумен бірге жорықтардың куәгері. Сол жорықтар жайында жырлар тудырып, тасқа қашатып жазғызған автор екені де байқалады. Сөйтіп, Тоныкөк әрі батыр, әрі ақылгөй, әрі жырау бейнесінде сомдалады.